Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті оқушыларым? Бүгін сәрсенбі. Сәрсенбі күні сіздерге тек қана сәттілік тілеймін, балдарым. Олай болса, қазіргі біздің өтетін сабағымыз қазақ тілі пәні. Қазақ тілі оқулығымызды алып, дәптерімізді алып, қаламдарымызды алып, дайын отырайық. Енді балалар қазір тақтаға қарап, бүгінгі күн жадын жазып аламыз. Күн жадын, сынып жұмысын, әріптерді дұрыс салуға, жаттығу жазғанда асықпай, әдемі жазуға тырысуымыз керек, балдар. Өйткені біздің жазу, сызу деген біздің әдемі болу керек. Өйткені әдемі мықты балдардың жазуы әдемі болу керек. Олай болса, балдар, бүгінгі күн жадын жазамыз. Балалар, бүгінгі күн жады 15 сәуір сынып жұмысы. Ал бүгінгі жазатын әрібіміз біздің дыбысы екен, Олай болса, төмендегі сөйлемде Марат доп ойнады. Балалар, күнделікті біздердің тауып отырғанымыз зат есім мен етістік. Ал қазіргі кезде біздер қай тақырыпты өтіп жатырмыз? Қай сөз табын өтіп жатырмыз? Өте жақсы, етістік, етістіктіңде біздер дара және күрделі деген етістікті өттік. Балдар, естерімізге бір түсіріп қояқ. Дара етістік, күрделі етістік дегеніміз не еді? Дара етістік бір сөзден тұратындар, ал күрделі етістік 2 немесе 3 сөзден тұратын сөздерді күрделі етістік дейді екенбіз. Жақсы, балалар, егер жазып болған болсаңыз, кітабымыздағы 81-ші бетті ашып, 31-ші жаттығуды қарайық. Ашып алдық па, балдар? Жақсы, онда 31-ші жаттығуды қараймыз. 31-ші жаттығуда тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа, мәтінді оқы дейді. Балалар, қарақшы, мәтіннің тақырыбы бізде торғай мен бұтақ дейді. Ал енді мына жердегі суретті қарақшы, балалар. Ненің суретін көріп тұрса? Торғай және бұтақ, Олай болса, мен мәтінді оқимын, балалар. Сіздер құлақ салып, мұқият тыңдаңыздар. Торғай мен бұтақ. Бір топ торғай ұшып келіп, ағаштың басына қонды. Бұтақ басына бір торғайдан қонып еді, бір торғайға бұтақ жетпей қалды. Сонан соң бір бұтаққа 2 торғайдан қонып еді, бір бұтақ артық қалды. Бұтақ нешеу? Торғай нешеу? Мәтіндегі сұрақтарға жауап бер. Мәтіндегі етістіктерді тап дейді. Балалар, өздеріңіз қазір қайтадан тағы бір рет оқып, мәтіндегі сұрақтарға жауап беріп, және етістіктерді тауып қараңызшы. Жақсы, балалар, енді біздің келесі жаттығуымыз 32-ші жаттығу. Қарайықшы, кітапта 32-ші жаттығу. 32-ші жаттығуда не деп тұр? Көп нүктенің орнына тиісті зат есімдерді қойып оқы дейді. Мысалы, су құйды, Марат көмектесті, деп осылай зат есімдерді қоямыз. Бірақ жаттығудағы етістіктерді күрделі етістіктерге айналдырып, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Бірінші, не істейміз, балалар? Бірінші зат есімдерді қойып алады екенбіз. Көп нүктенің орнына оны біздер не істейміз? Күрделі етістікке айналдыртып жазуымыз керек. Күрделі етістік дегеніміз не еді? Соны естеріңізге түсіп, орындайсыздар, балдар, дәптерге.
Жақсы, енді келесі 33-ші жаттығуды қараңызшы. Жұмбақты оқып шешуін тап дейді. Мә балалар, жұмбақ шешуге дайынбыз ба? Олай болса мен оқимын, сіздер шешуін табасыздар. Көп ине, көп ине, бір сабағы жоқ ине. Істікпейді әрине. Балалар, бұл не болуы мүмкін? Бұл бір жануарға келіп тұр. Балалар, қараңызшы. Бұл жерде біздерде көп инесі бар. Не бар еді біздерде? Естеріңізге түсіріңізші. Жұмбақтың шешуі сол болады. Жақсы, балалар, бұл ауызша тек қана жұмбақтың шешуін табады екен бізде. Енді жұмбақтың шешуіндегі сөзге өзің жұмбақ құрастырып көр. Мына жұмбақты шешеміз де, сол жұмбақтың шешуіндегі сөзге өзің жұмбақ құрастырып көр. Өте керемет екен, балалар. Қараңызшы, көп ине, көп ине, бір сабағы жоқ ине дейді. Сабағы жоқ ине дейді. Істікпейді әрине дейді. Жақсы, балалар. Олай болса 34-ші жаттығуды қарайықшы. Берілген етістіктерді үлгі бойынша жазып, олардың антоним екенін дәлелде дейді. Балалар, антоним дегеніміз не еді? Естеріңізге түсіріңізші. Қарама қарсы сөздерді антоним дейді. Мысалы, үлгі бойынша қарайықшы. Байлады, шешті, шашты, жинады. Қалғандарын өздеріңіз орындайсыздар. Әрбір сөздің антонимі бар екен, балдар. Мына жерде 35-ші жаттығуды тек қана шешуіндегі аң туралы білетіндеріңізді айтасыздар, болғаны. Сонда біздер дәптерге жазатынымыз 32-ші жаттығу, сосын 34-ші жаттығуды жазасыздар. 35-тегі жаңағы шешуіндегі аң туралы білетініңізді айтасыз. Балалар, сабақ өте жақсы, ыңғайлы, бірақ біз ережені жаттап алуымыз керек. Дара және күрделі. Сонда біз ережені жаттап алсақ, өзімізге жаттығу орындауға ыңғайлы болады, оңай болады, балдар.